Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дастарханның көркін алатын, өте әдемі көрінетін және дәмді шығатын закуска баклажаннан міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны аяғына дейін көріп, комментарий қалдырып, лайк басып қойыңыздар. Алдымен бізге қажет болады 3 үлкен баклажан. Бұл баклажандарды жуып аламын және де қажет емес жерлерін турап алып тастаймын. Одан кейін жұқа қылып тураймын. Қалың болып кетпесін. Ораған кезде кішкене қиынырақ болады. Одан кейін туралғаннан кейін осындай тереңірек ыдысқа салып, үстіне суық су құямын да, үстіне суық су толық толып тұру керек. Және де көбірек тұз салып, 5-10 минутқа қойып қоямын. Суыңыз қап-қара бола бастаған кезде ала берсеңіз болады. Келесі ішіне салатын салмасы ол бізде қызанақ. Барлығын осылай турап шығамыз. Менде бір қызанақ, бір қияр болады. Қиярды да ұзыннан турап шығамын. Келесі 100 грамм сыр ірімшік керек. Оны да жұқа қылып тураймын. Енді панировка үшін бізге панировочный сухари, 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқаны жақсылап араластырып аламын. Егер де сырларыңыз қатты тұзды емес болса, менің секілді, онда жұмыртқаға кішкене тұз қоссаңыз болады. Бірінші ұнға аунатып аламыз, одан кейін жұмыртқаға, одан кейін панировочный сухариге. Барлығын бірдей қайталап шығамын. Енді қыздырылып тұрған майда қуырып аламын. Оттың астын орташадан кішкене төменірек қосып қоямын. Келесі ол соусы, оған кішкене майонез болмаса қаймақ қолдансаңыз болады. Және де бір чеснок, петрушка және укроп. Өте ұсақтап турап, майонезге қосамын және араластырамын. Қуырылған баклажандарды қағаз сүлгіге түсіріп алдым, барлығы сіңу үшін. Алдымен баклажанға соусты жағамын, содан кейін салатный листья қоямын, одан кейін сыр, қияр және де қызанақ. Енді ораймыз. Барлығын осылай қайталап шығамыз. Барлығына қайталаймыз, сонымен біздің закускамыз дайын. Бетін бальзамический креммен осылай әдемілеп қоюға болады. Дастарханның көркін алатын осындай закусканы міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.